Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен диалог, монолог және полилог тақырыптарын өтетін боламыз. Диалог пен монолог. Мінекей, бірінші өздеріңіз суреттен көріп отырғандарыңыздай көкпен жазылған бұл диалог, үшінші және екінші суреттерде бұл диалог болып есептеледі. Неге? Өйткені екі адам, үшінші суретте екі адам, екі қыз сөйлесіп отыр, ал екінші суретте ол диалог, өйткені бір адам телефонның ар жағындағы екінші адаммен сөйлесіп отыр, яғни екі адам сөйлесіп отыр деген сөз. Ал монолог қызыл стрелкамен, сызықшамен көрсетілгендер, яғни бір адам лекция оқып отыр бірінші сөйлемде, ол монолог, жалғыз адамның сөзі. Және төртінші суретте де дәл солай бір оқушы сабақ түсіндіріп тұр, бұл монолог болып есептеледі. Жалғастырамыз. Диалог екі немесе бірнеше адамның кезектесіп сөйлесу арқылы пікір алмасатын ауызекі сөйлеу формасы. Диалогта сұрақ қою арқылы сұхбаттасушы өзі күткен мәліметті ала алады. Яғни диалогқа екі немесе одан да көп адам түсуі мүмкін. Бұл жерде екі адам сұрақ қояды, оған жауап беріледі, көбіне сұхбат жанрында өтеді бұл диалог дегеніміз. Яғни кезек-кезек бір-бірімен сөйлесу, осы диалог деп аталады. Мысалы, Бейімбет Майлин Ыбырайымның өлеңі сұрақ-жауап түріндегі диалогқа құрылған. Уа, кімсіз? Уа, кімсің? Ыбыраймын. Жаймысың? Жаймын. Уа, қайдан келесіз? Сайлаудан келемін. Алдына сызықша қойылып жазылады диалогтың, сұрақ қойылады, оған жауап беріледі. Мысалы, айтып тұр, уа, кімсің дейді, Ыбыраймын дейді, жаймысың? Жаймын, яғни жай келе жатсың ба? Жай келе жатырмын. Қайдан келесің дейді, сайлаудан келемін деп жауап береді. Осылайша диалогтардың барлығы да сұрақ-жауап негізінде құрылады. Құрылымы мен мазмұн. Диалогта сұрақ-жауап, қарсы сұрақ, сөйлеушілердің көңіл-күйі, реакциясы байқалады. Диалогтар қысқа, 2-3 сөйлем және мазмұнды, яғни ұзын болуы мүмкін. Фразаларды, сөйлемдерді аяқтамау осы диалогқа тән бір белгілердің бірі. Сөздің орнына қимыл, жест, мимика қолдану, бұл да диалогқа тән. Тек қана ауызекі сөйлеу барысында қолданылатын сөздерді қолдану осы диалогта жиі кездеседі. Әрине, диалог көркем әдебиет стилінде, көркем әдебиетте де, романдарда да кездесуі мүмкін, шығармаларда да, бірақ оның ішіндегі кейіпкерлердің бір-бірімен ауызша қарапайым тілде тілдесуі осы көбіне диалог деп аталады. Енді монологқа тоқталсақ, монолог кейіпкердің көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет уағызы. Сөз өнерінде жиі қолданылатын монологтар кейіпкердің ішкі жай-күйін, сырт ортаның өзіне әсер еткен жағдайына байланысты толғаныс тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылады. Яғни, бір адам аудиторияға, мұғалім оқушыларға қарата ұзақ сөйлеп сабақ түсіндіргені ол монолог болып есептеледі. Кез келген оқушының тақтаға шығып мазмұнын айту, ол да монолог болып есептеледі. Немесе бір адамның көпшілікке қаратып айтқан бір ғылыми дәрісі, ол да монолог болып есептеледі. Немесе бір адам іштей толғанып отырса, мен бүгін мынандай әрекет жасадым, мынандай нәрселер істедім деп ішінен ой қозғап өзі ойланып отырса, бұл мәтінде монолог деп аталады. Яғни, бір адамның ұзақ сөзі монолог дегеніміз. Сонымен монолог сөйлеуші өз ойын бірнеше көп адамдарға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола бермей, жазбаша түрде де кездеседі. Екі жағдайда да ауызша және жазбашада негізгі ерекшелігі бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ішкі ойы болып есептеледі. Енді полилогқа тоқталсақ, полилог грек тілінен аударғанда полис көп, логос сөз деген, әңгіме деген мағынаны білдіреді, яғни бірнеше адамның арасында болатын әңгіме. Полилог сөйлеу тілінің формасы мен жанрына жатады. Балалар, оқушылар, осы монолог, диалог, полилог бойынша қандай да бір түсінбеген тұстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Мен жауап беретін боламын сіздерге. Ендеше келесі сабақта кездескенше.